Жәрдемақы мен зейнетақы көтеріледі. Бұл ақпаратты әр адам білуі керек. 2026 жылдан бастап зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер көбейеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда барлық жәрдемақылар, базалық және ынтымақты зейнетақылар 10%-ға өседі. Орта есеппен ай сайынғы өсім 16-17 мың теңгені құрайды. Ең төменгі базалық зейнетақы 35.596 теңге. Күнкөріс деңгейінің 70%. Ең жоғары базалық зейнетақы 60 мың теңге. Күнкөріс деңгейінің 118%. Мысалы, егер зейнеткер 2025 жылы 171.588 теңге алса, 2026 жылдан бастап оның зейнетақысы шамамен 188.700 теңгеге дейін өседі. Базалық зейнетақы өседі. Жас ана мен көп балалы отбасыларға көмек көбейеді. Бұл жаңалық 4 миллион адамға қатысты. Барлық адам көретіндей бөлісіңіз. Таныстарыңызға жіберіңіз, бұл баршаға маңызды. Толығырақ ақпарат Іскер Азамат YouTube арнасында. Жазылып қолдап қойыңыз, осындай маңызды жаңалықтардан қалыс қалмаңыз.